Бастық ақпаратқа жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Елде тағы 2656 адамнан коронавирус анықталды. Әсіресе Алматы мен Елордада вирустың беті қайтар емес, екі шаһарда өткен тәулікте коронавирус жұқтыру көрсеткіші 600-ден асты. Алматы облысында 232, Қарағанды облысында 201, Батыс Қазақстанда 112 жаңа дерек тіркелді. Елімізде індет жұқтырғандардың жалпы саны 281 мыңнан асты. Елде 576.459 адам коронавирусқа қарсы екпе алған. Басым бөлігі Алматы қаласының тұрғындары. Мегаполисте екпенің алғашқы дозасын 116 мыңнан аса адам салдырған. Ал өңірлер арасында ең жоғары көрсеткіш Алматы облысына тиесілі. Мұнда індетке қарсы екпе алғандар қатары 72 мыңнан асты. Түркістанда 41.392, Қарағанды аймағында 35,5 мың адам вакцина салдырды. Ал Елордада бұл көрсеткіш 48.487-ге жетті. Бразилия коронавирустан қайтыс болғандардың күнделікті көрсеткіші бойынша әлемде ең алдыңғы орынға шықты. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Науқастардың көбейгені сонша ауруханаларда орын жоқ. Бұдан басқа аурусынуды басатын дәрілер жетпей жатыр. Бұл препарат науқастарды екпені жасанды желдететін құралға қосу кезінде өте қажет. Айта кетейік, Бразилияда індет басталғалы 13.700.000 адам COVID-19 жұқтырған. 362 мыңнан астамы қайтыс болды. Біз өкпені жасанды жолмен желдету құралын қосар кезде ауырсынуды басатын дәріні қолданбай науқасқа түтікті кіргізе алмаймыз. Бұлай жасауға болмайды. Оның ауыртпалығын науқас айта алмаса да қатты сезінеді. Сондықтан ауырсынуды басатын дәрілер бізге ауадай қажет. Мұндай қиын жағдайда 20 жылдық тәжірибемде кездестіремін деп ешқашан ойлаған емеспін. Украинада індеттің таралуы күшейіп, ауруханаларда науқастар саны артты. Әсіресе Киев пен тағы бірнеше аймақта ахуал нашарлаған. Бірер күн бұрын елде коронавирус 16 мыңнан аса адамнан анықталды. Шаһар ауруханаларындағы жансақтау бөліміне түсушілер қарасы артқан. Кей дәрігерлер емдеу орындары әскери дала госпиталіне ұқсайтынын айтады. Жалпы Украина астанасында сәуірдің 5-нен бастап шектеулер күшейтілген. Өткен сәрсенбі күні індеттің өршуіне байланысты шара тағы 2 аптаға созылды. Бұрын соңды біздің жұмыс дәл қазіргідей ауыр болған емес. Науқастармен бірге өзіміз де қиналып кеттік. Жансақтау бөліміне ауыр халде түсушілер көбейді. Германияда CureVac вакцинасы балаларға сыналмақ. Оған 12-17 жас аралығындағы 40 ерікті қатысады. Бәрі Перу мен Панама елдерінің азаматтары болады. Айта кетейік, бұған дейін CureVac биотехнологиялық компаниясының басшылығы препараттың жақын арада ресми түрде мақұлданатын мәлімдеген еді. Тіпті Европаның дәрі-дәрмек жөніндегі агенттігі неміс компаниясымен COVID-19 дертіне қарсы вакцинаның 450 миллион дозасын сатып алу туралы келісім шарт жасасып қойыпты. Грекия 32 елден келетін саяхатшылар үшін міндетті карантинді алып тастады. Бірақ туристер вакцина алған болу керек. Сондай коронавирусты жұқтырмағанын айғақтайтын тест нәтижесін көрсетуі тиіс. Бұл туралы британиялық The Guardian басылымы хабарлады. Жеңілдету шаралары Европалық одақ, ақш, Ұлыбритания, Израиль және Біріккен Араб Әмірліктерінің азаматтарына қатысты қолданылады. Жаңа ережелер 19 сәуірде күшіне енеді деген жоспар бар. Біздің мейрамханалардың есігі туристер үшін ашық, бірақ ең алдымен қонақ үйлердің жұмысын жолға қою керек сияқты. Себебі шетелдіктер бірінші кезекте тоқтайтын жер іздейді ғой. Біріккен Араб Әмірліктері де Шарджа қаласына келуші туристерге арналған ережелерді жеңілдетті. Мұнда да коронавирус сынамасының теріс нәтижесі туралы анықтама талап етіледі. Тек тесті әмірлік аумағына келгенге дейін 3 күн бұрын тапсырып, рейске тіркелу кезінде көрсетілуі керек. Бірақ Шарджаға келген Біріккен Араб Әмірліктерінің ересек азаматтары мен жасы 12-ге толмаған балалар ПТР тестілеуден босатылады.
ақш пен Ресей арасындағы мәселенің тігісін жатқызатын уақыт жетті. Президент Джо Байден екі ел арасындағы ахуалға қатысты осылай деп мәлімдеді. Ақ үй басшысының айтуынша, Құрама Штаттар Ресеймен конструктивті байланыс орнатуға мүдделі. Сондықтан арадағы шиеленісті келіссөз арқылы шешуге шақырады. Еске сала кетейік, кеше Вашингтон Ресей президенттік сайлауға араласты деген айыппен жаңа санкциялар салған болатын. Қазір екі ел арасындағы шиеленісті шешетін уақыт жетті. Біз бұған тек диалог арқылы қол жеткізе аламыз. ақш бұл істе Ресеймен өзара бірлесіп әрекет етуге дайын. Себебі бұл біздің мүддемізге сай. Бірақ Ресей бізге қарсы әрекет етсе, біз де қарап қалмаймыз. Ал Мәскеу ақштың жаңа санкциялар салуын айыптап, оған тиісті жауап қайтаратын жеткізді. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песковтың айтуынша, Вашингтонның бұл шаралары заңсыз. Жергілікті тұрғындар болса, Американың жаңа санкциялары олардың өміріне еш әсер ете қоймайтындығын айтады. Осы орайда сарапшылар ақштың Ресейге салған санкциялары салмақты екенін ескертеді. Бұл рубльге қаншалықты әсер етеді, қандай болжам бар? Қорған Қонысбайұлы сөз алады. Марал, сарапшылар жағдайдың ушыққанын айтты, бірақ Ресейде бұл күнгі алдын ала дайындалған болуы керек. Қазір толығырақ айтам, армағайын. Америка қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы Ресей банкі, ұлттық әл-ауқат қоры және қаржы министрлігі шығарған облигацияларды сатып алуға, оларға қарыз беруге тыйым салды. Бұл тыйым 2021 жылдың 14 маусымында күшіне енбек. Біздің сарапшылар мұндай санкциялардың салмақты екенін айтады. Дегенмен, осындай күн туарын алдын ала жорамалдап, Ресейде бұған қамданған болуы керек. Енді рубльдің күні не болады? Құлдырай ма? Сарапшылар айтады, Ресейдің орталық банкі Американың акциялар нарығынан ертерек шығуға тырысқан, яғни құнды қағаздарын бұған дейін сатқан. Сөйтіп, бюджет қаражатын қайтарып үлгерген. Жақын уақытта рубль әлсіреуі мүмкін, бірақ көп емес. Себебі санкция жағдайында Ресей алғаш рет өмір сүріп жатқан жоқ. Көршіміздің экономикасы шектеулерге икемделді дейді сарапшылар. Ресей мен біздің экономика тығыз байланысты екенін ескерсек, сарапшылар бұл жағдай теңгемізге де әсер етпей қоймайды деді. Яғни рубль құлдыраса, ұлттық валютамыз теңгеде әлсіреуі мүмкін. Бәлкім доллар 440-қа да баруы мүмкін деген болжам айтылды. Жұмыс істейтін адамның ай сайынғы жалақысынан жеке табыс салығы ұсталатыны белгілі. Отбасы банкіне несиеге баспан алғандар жаңағы салықтың түріне жеңілдік ала алады. Мұны Егемен Қазақстан жариялаған. Сонымен аталған банкте несиеге үй алған адам банк белгілеген сыйақы мөлшерінде салық жеңілдігіне ие болады. Ол үшін не істеу керек? Ипотекамен баспаналы болған азамат отбасы банкімен жасаған несие шартымен қарызды өтеу мерзімі белгіленген кестенің көшірмелерін және төлем түбіртегін алып, жұмыс берушісіне тапсыруы керек. Есепші осы құжаттарды қарап, банктің қосқан сыйақы мөлшерін есептейді де, жұмысшының жалақысынан сыйақы мөлшерін шегеріп, ұсталатын салықты азайтуға тиіс. Сөйтіп, жұмысшыдан салық аз ұсталатындықтан, оның жалақысы бұрынғыдан көбірек түседі. Салық кодексіндегі бұл жеңілдіктер басқа банктерден ипотека рәсімдеген азаматтарға да қарастырылуы тиіс болған, бірақ әзірше бұл кейінге қалыпты. Карантин уақытында кімдер жұмыссыз қалды? Былтыр елдегі жұмыссыздық деңгейі 4,9% болды. Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттіктің ұлттық статистика бюросы былай дейді. 2020 жылы Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі небәрі 0,1%-ке артқан. Еңбек ресурстарын дамыту орталығының сарапшылары басқа елдерді талдай келіп, біздегі жұмыссыздық деңгейі әлемдегі ең төмен көрсеткіштердің бірі екенін айтқан. Мәселен, ақш-та жұмыссыздық деңгейі соңғы жылы шамамен 4,5%-ке артқан. Канадада жұмыссыздық 9,6%-ке жеткен, ал Испанияда 15,5%-ке бірақ шыққан. ТМД-ның басқа елдерінде де жағдай мәз емес. Оларда жұмыссыздық деңгейінің жылдық өсімі біздегіден әлдеқайда көп дейді сарапшылар. Атап өтейін, карантинде көлік, өнер, ойын-сауық,
әкімшілік және көмекші қызмет көрсету, тамақтану салаларының қызметкерлері жұмыссыз қалған. Биыл жалпы ішкі өнімнің нақты өсімі бекітілген көрсеткіштен 0,3%-ке артып, жалпы 3,1% деңгейінде болады деп болжануда. Инфляция деңгейі 4-6% аралығында сақталып отыр. Жалпы бюджеттің кірісінде де, шығысында да өсім болады деп күтілуде. Елде автомобиль жолдарын дамытуға, ауыл ел бесігі жобасын одан әрі іске асыруға, экономиканың неғұрлым зардап шеккен салаларындағы кәсіпкерлікті қолдауға, жұмыспен қамтудың жол картасын жүзеге асыруға және агроөнеркәсіптік кешенін дамытуға қосымша қаражат бөлінетін болады. Пандемиямен күреске бағытталатын қосымша қаржы дәрігерлердің үстеме ақысын төлеуге және медициналық қызметтердің ақысын төлеуге жұмсалады. Сонымен қатар әскери қызметшілердің тұрғын үймен қамтамасыз етуге, су тасқынына қарсы іс шараларға, су жүйелерінің құрылысы мен оларды жаңғыртуға да қаржы бөлу жоспарланған. Енді валюта бағамына тоқталайын. Сонымен бүгін ақштың 1 доллары 430 теңге 26 тиын болып тұр. Евро 515 теңге 32 тиынға тең, ал рубль 5 теңге 61 тиын. Марал, бүгінгі айтарым осы, сөз кезегі өзіңізді. Ақпаратыңызға рахмет Қорған. Хабарымызды жалғастырамыз. Елордаға былтыр газ келді. Дүйім ел бөркін аспанға атып қуанды. Бас қаламыз ауаға тарайтын зиянды көмір қышқыл газынан арылады дедік. Сөйтсек, Нұр-Сұлтандағы жеке сектордың тек 1% ғана көгілдір отымен қамтылған екен. Қалғаны қашан? Бұл іс неге баяу жүріп жатыр? Жауаптылардың сөзін тілшіміз тыңдап қайтты. Бүгінде мұндай құбыр темір жолшылар автоқалашық Көктал 2 тұрғын алабында әр үйден қылтиып шығып тұр. Көктал 1 және оңтүстік шығыс алапқа құбыр әлі тартылмаған. Тұрғындардың тілегі кеп тұрған газды үйге кіргізіп алу. Бірақ мұны көптің қалтасы көтере бермейді. Они говорят 700,5. Айтуларынша 700-750 мың теңге төлеуге тиіспіз. Оның өзінде газ құбыры толықтай үйге кірмейді. Ал ішке дейін тарту үшін тағы ақша сұрайды. Яғни бір сөзбен айтқанда көгілдір отынға қол жеткізудің машақаты, шығыны көп болып тұр. Тым болмағанда зейнеткерлерге жеңілдік жасап көмектессе екен. Қалайша әлеуметтік осал топтарға көмек көрсетіледі деп айтылғаны қайда. Сөйтсек көмектескен екен. Әкімдік өкілдерінің айтуынша, тіпті бөлім басшысы нақты сандарды сөйлетіп, дәлелін келтірді. Акиматом города Нур-Султан в целях поддержки социально уязвимых слоев населения. Нұр-Сұлтан қаласының әкімдік әлеуметтік осал топтарға жәрдемдесіп, жеңілдік жасау үшін қалалық мәслихат арнайы қаулы қабылдады. Соған сәйкес зейнеткерлер мен көп балалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі бала бағып отырған жанұяларға газ тартып алулары үшін 263 мың теңгеден берілді. Естідік, көмек қаржы төленіпті, ал тұрғындардың кейбірі ол қаражатта алмадық деп отыр. Әйтеуір іздеп жүріп таптық. Зейнеткер мемлекеттен көмек болғанын айтады. Где-то 250, по-моему. Шамамен 250 мың теңгеден берді. Соған газ кіргіздік. Яғни зейнеткер болғаным үшін жеңілдік жасалды. Осы ретте атап өтейік, екінші деңгейлі банктердің бірі газ тартып алу үшін процентсіз несие бере бастады. Ал көгілдір отын үшін жұрт қанша ақша төлеп отыр? Где-то около 30. 30 тысяч? Ничего себе, это же много. Ну, у меня 220 квадрат выйдет, 220. Енді бұл салада да нарық өз талаптарын енгізеді деген сөз. Ал ол ырыққа көнбейді. Мемлекет араласа алмаймын деп басын ала қашады, салдарынан қарапайым халықтағы қымбатшылыққа ұрынуы мүмкін. Опасения, конечно, такие есть. Біз бұл мәселені үнемі көтеріп жүрміз. Газдың бағасы бір күні нақты бекітіледі деп сенеміз. Қазір көлікке құйылатын газ да қымбаттап барады. Жеке секторды толық газдандыра алмаудың тағы бір себебін мердігерлерден сұрап білдік. Мамандардың сөзіне сенсек, үйге көгілдір отынды кіргізу кезінде қиындықтарға көп кезігеді екен. Солардың бірі заңсыз құрылыс. Құжатта көрсетілмеген қосымша ас үй, от жағатын бөлме сынды нысандардың салынуы. Барлығын заң жүзінде бекіту керек. Сәулет басқармасы осы істі жеделдеткені жөн. Сәйкесінше газ тарту да қарқын алады. Касательно общей позиции руководства города я сказать не могу. Қала басшылығының ұстанымы туралы айта алмаймын. Бірақ газды тарту, тиісті рұқсат қағазды берудің бәрі заң аясында жүзеге асады. Халық айтады, егер мұның бәрі алдын ала түсіндірілгенде, яғни әлеуметтік осал топтарға газ тарту кезінде қаражаттың жартысын мемлекет өтейтіндігі, яки банктерден процентсіз несие берілетіні күні бұрын бірнеше мәрте айтылса, қазіргідей түсініспеушілік туындамас еді. Рауан Мыңбаев, Қорғанбек Қонысбайұлы, Асқат Ниязов, Хабар 24.
Су тасқынының кесірінен Қостанай облысы мен Ресей арасындағы байланыс үзілді. Шекараның бейтарап аймағында қар суымен араласқан өзен арнасынан асып, Жітіқара ауданы мен Челябі облысын жалғайтын республикалық трассаның бір бөлігін шайып кетті. Судың беті қайтқанша жел қуары өткізу пункті барлық көлік үшін келесі аптаға дейін жабылды. Смотри, столбик как утонул. Тут сантиметров 50 воды где-то здесь, да? Жітіқара ауданы мен Ресейдің Маринск шекара бекеттер арасындағы жолдың қазіргі күйі осы. Іргесіндегі Желқуар өзені алқаптағы сумен араласып, арнасынан асты. Қызыл су трассаның 30 метрде аумағын басып қалды. Первый день же, когда вода поднялась. Сол тұста су өткізгіш құбыры бар, бірақ тасыған суды өткізетіндей оның қуаты жетпейді. Сондықтан көктем сайын оны қазбаламыз. Бұл жұмыстар жолға келетін зақымның алдын алу үшін жасалып отыр. Шайылып кеткен жол бейтарап аймақта, ал жылда қазылған аумақты ретке келтірумен қазақстандық жақ айналысады. Негізден шекараны жаппай-ақ жол үстінен көпір салу бастамасы бұрыннан көтерілген, бірақ мәселенің таяу арада шешілетін түрі жоқ. Судың беті қайтқанша шекара жабық болады. Ресейге 150 шақырым жердегі Бейімбет Майлин ауданындағы Орск қаласына шығатын өткізу пункт арқылы өтуге болады. Әрине, бұның бәрі халыққа қолайсыздық тудырып жатқанын білеміз. Биыл Жітіқара ауданында қар молынан жауды. Көктемде қала мен Забелов ауылында 300-ге жуық үй су астында қалады деген қауіп болған. Осыдан 3 жыл бұрын Шортанды өзені арнасынан асып, қаланың ескі бөлігіндегі 10 шақты үйде шайып кеткен. Тұрғындар жағдай биыл да қайталанама деп қауіптенеді. Были тропинки, можно было пройти. Кешеле бері қоймадан өзенге су жіберіліп жатыр. Түнде үйімізге кіреді деген қауіп бар. Дәл қазір су бақшамыздың қоршауына дейін жетті. Возможно, ночью может тоже зайти вода в дом. Жергілікті шұғыл штабтың мәліметінше дәл қазір су тасудың белсенділігі жоғары деңгейде. Алдағы уақытта 5 су қоймасы қор көлемін толтырып алмақ. Мысалы, осы Желқуар қоймасы бүкіл ауданды ауыз сумен қамтиды. Бірінші тасқанда 10 сантиметр аштық, аз болды, одан кейін 40 сантиметр, одан кейін 80, сосын 1 метрге. Қазіргі мысалы мына 1 метрге 2 затвор ашып тұр, ол 1 секундта 130 метр куб секунд өткізеді. Ол сутки бойынша, мысалы бір күн ішінде ол орташа 11-12 миллион куб су өткіземіз. Қазір уровень кішкене кішейіп баратыр, кішкене жабамыз затворларды. Жалпы облыс бойынша қар еріп болды. Өзен көлдерде мұздардан арылып, жіби бастады. Таяу күндері ауа райының күрт құбылуы байқалмайды. Бірақ бұл қауіп сейілді деген сөз емес. 3000 адамнан тұратын жедел жасақтар мен мыңдаған арнайы техника қауіпті аймақтарды қатаң бақылауда ұстап отыр. Данияр Сұлтанұлы, Ремет Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Солтүстік Қазақстан облысындағы Сергеев су қоймасы тағы да көтерілді. Таңғы 8-де жасалған өлшем бойынша бөгет үстімен ағып жатқан судың деңгейі 147 сантиметрге жеткен. Бірақ бұл Есіл өзенінің жағасындағы елді мекендерге еш қауіп төндіріп тұрған жоқ. Төтенше жағдайлар қызметкерлері қазір Айыртау, Ғабит Мүсірепов, Есіл, Темирязева, Уәлиханов аудандарында жұмыс істеп жатыр. Өңірде су басқан үйлер жоқ, тек бір ғана жол аумағын шайған. Оның өзінде көлік қозғалысы тоқтаған емес. Павлодар облысында ірі өрт оқиғасы болды. Қызыл жалын 500 шаршы метр аумақты шарпыған. Ал атыраулық полицейлер 7 жасар қызды өлімнен аман алып қалды. Ел аумағында тіркелген осы және өзге де оқыс оқиғалар тізбегі алдағы топтамада. Павлодар облысында Елдер монастыры өртке оранды. Оқыс оқиға түнде болған. Ғимаратты түгел шарпыған қызыл жалынның аумағы 500 шаршы метрден асады. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Газ баллоны жарылмай адамдар аман қалған. Құтқарушылар тілсіз жаумен 4 сағат арпалысқан. Өртті сөндіруге 35 қызметкер мен 7 техника жұмылдырылыпты. Өрттің шығу себебін анықтау төтенше жағдайлар департаменті мамандарына жүктелді. Орал қаласының тұрғыны ұялы телефон мен қуаттағышты аяқ киімнің табанына жасырып түзету мекемесін өткізбек болған. Алайда қырағы тәртіп сақшыларының арнайы тексеруі барысында қала тұрғынының қулығы әшкере болды. Вот содержимое перед аппаратом скан. Вот зарядка от телефона, вот похоже на сотовый телефон маленький, и вот шнур от телефона. Также попрошу заметить внутри под стелькой. Атырауда 7 жасар қыз үйінде қамалып қалған. Баланың анасы дүкенге шығып кетіп, кері үйіне кіре алмай қалған. Ал пәтер ішінде газ плитасы қосулы қалыпты. Дабыл қаққан ана алдымен құтқарушыларға хабарласқан. Бірақ түнгі жұмыстарға арналған жабдықтың жоқтығынан олар көмектесе алмапты. Алайда полиция қызметкерлері пәтерге сырттан кіріп есікті ашқан.
Жамбыл облысында тәртіп сақшылары заңсыз айналымнан героин тәркіледі. Алдымен Тараз қаласының тұрғынынан 1 граммнан астам есірткі алынған. Кейін Ақшолақ ауылында автокөлікті тексеру кезінде 2 грамм есірткі табылған. Ұсталған азамат кінәсін мойындап, Тараз қаласының уақытша ұстау изоляторға қамалды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігі бойынша сотқа дейін тергеу амалдары жүргізілуде. Аса ірі мөлшерде есірткі заттарын заңсыз сақтау 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығын айыру жазаланады. Елордалық тұрғын велосипед ұрлап қолға түсті. Ұрлық тал түсте болған. Жас жігіт тұрғын үй кешеніне кіріп, ешкімнің жоқ екеніне көз жеткізген. Кейін үйдің жанында тұрған велосипедті қолды қылыпты. Алайда көп ұзамай ұры қолға түсті. Енді ол қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бүгін мемлекет басшысы Қазавтожол компаниясының басқарма төрағасы Ұлан Әліповті қызметінен босатты. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Жазбада Әліповтің жұмысты дұрыс жүргізбегені айтылған. Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке республикалық және жергілікті жолдардың жағдайын жақсарту жөнінде кешенді шаралар қабылдауды тапсырды. Барлық өңірде бюджет қаржысының жұмсалуына, көлік магистральдарының салынуы мен жөнделуі жіті бақылауға алынбақ. Президент алдағы уақытта аталған мәселені өзінің жеке бақылауында ұстайды деп жазды Берік Уәли. Сонымен қатар, мемлекет басшысының жарлығымен Алик Шпекбаев Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы лауазымынан босатылды. Ал орнына Марат Ахметжанов сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы болып тағайындалды. Бұл туралы ақпарат Ақорда сайтында жарияланды. Қазақ халқының танымал жазушысы ақын Есенғали Раушанов өмірден өтті. Бұл туралы ақын Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Ақберен Елгезек өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Есенғали Әбдіжапарұлы 1957 жылы 5 қазанда Қарақалпақстанда дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген соң еңбек жолын Өзбекстанның Жизақ облысындағы Достық газетінде әдеби қызметкер болып бастайды. Содан кейінгі жылдары Жалын, Арай, Зерде журналдарында жұмыс істейді. Қазақтың аса көрнекті ақыны, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Есенғали Раушанов бірнеше тың туындылардың авторы ретінде қалың оқырманға кеңінен танымал. Оның шығармалары орыс, литва, украин, болгар, чех, өзбек, қырғыз тілдеріне аударылған. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ. Грекияның Салоники қаласында мыңдаған студент университет қалашығын күзету туралы заң жобасына қарсы шеруге шығып қақтығыс болды. Бастапқыда шеру бейбіт басталған, бірақ акцияға қатысушылар тәртіп сақшыларына тас лақтырған соң қақтығысқа ұласты. Кей шерушілер полицейлерге жанғыш шөлмек лақтырып, 2 адам жарақат алды. Акцияны ұйымдастырушылар студенттік қалашықтарды полицияның күзетуі жастардың жүріп тұруын шектейді деп одан бас тартуды талап етіп жатыр. Наразылық шарасы Грекия астанасы Афиныда да болды. Перуде алақандай ауылда өрт шығып, 50 үй күлге айналды. Тілсіз жауды ауыздықтау үшін өрт сөндірушілер де жергілікті тұрғындар да барын салды, бірақ тез тұтанып, жылдам жайылған от ие бермеді. Көптеген үйлердің қабырғасы мен төбесі арзан материалдардан салыныпты. Төтенше оқиғадан ешкім зардап шеккен жоқ. Алдын ала мәлімет бойынша өрт электр сымының тұйықталуынан шыққан. Құзырлы органдар тергеу амалдарын бастады. Жойқын Жанартаудың атқылауынан зардап шеккен Сан-Винсент және Гренадина халқы су тапшылығына тап болды. 4 мыңнан астам адам уақытша орнатылған шатырларда орналастырылды. Бұдан басқа билік тарапынан шұғыл гуманитарлық көмекке мұқтаж 6 мыңнан астам тұрғын тіркелген. Өткен аптада оянған Жанартаудың күлі елдегі кәріз құбырларын істен шығарды. Салдарынан тұрғындарға ауыз су жетіспей жатыр. Жығылғанға жұдырық демекші соңғы күндері коронавирус жұқтырғандар санында артып барады. Жергілікті медицина мамандардың айтуынша кемінде 20 адамнан COVID-19 анықталған.
Біз үлкен апатқа тап болдық. Елдің бәріне қауіпсіз орын керек болып жатыр. Халық үрейлі. Куба ірі қара малды союға және еті мен сүт өнімдерін сатуға рұқсат берді. Мұндай тыйым осыдан 58 жыл бұрын енгізілген болатын. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, билік елдегі азық-түлік тапшылығын шешу үшін ауыл шаруашылығы саласында реформалар жасауды қолға алған. Тек шаруалар мал басының азайып кетпеуіне кепілдік беру тиіс. Естеріңізге сала кетейік, 1963 жылы Куба билігі флора дауылы соғып, елдегі ірі қараның 20% қырылып қалған соң, сиырларды союға және еті мен сүтін сатуға тыйым салған болатын. Содан мал басы 1989 жылы 70%-ке өскен еді. Бұл заңды бұзғандар ірі көлемде айыппұл төлеп, тіпті 10 жылға дейін сотталды. Өзіміз асыраған малды союға және сатуға берілген рұқсат біз үшін пайдалы болмақ. Осылайша ірі қараның санында кемітпей, керісінше арттыра аламыз. Енді шетел баспасөзіне шолу, алыстамаңыздар. ақш жаһандық салық реформасын бастады. Неміс газеті Handelsblatt мұны халықаралық салық құқығындағы төңкеріс деп атайды. ақш үкіметі трансұлттық корпорацияларға салық салу тәртібін өзгертіп, осылайша халықаралық салық демпингін тоқтатпақ. Handelsblatt газетінің тілшілерінің қолына түскен ақш қаржы министрлігінің құжатында Америка президентінің жоспарлары көрсетілген. Онда, мысалы, соңғы 20 жыл ішінде Америка құрама штаттары деструктивті бәсекелестік арқылы корпоративтік салықтарды үнемі азайтып отырғаны айтылады. Бұл дәурен енді аяқталады. Бұл бастамасымен ақш үкіметі корпоративті салықтың 21%-тен аспайтын ең төменгі әлемдік ставкасын енгізуді қолдайтынын білдіреді. Сондай-ақ ол дүниежүзілік салықтық түсімдерді бөлу ережесін қайта қарауға дайын екенін меңзейді делінген мақалада. Басылым ұзақ жылдар бойы трансұлттық корпорациялар салықтан үнемдеуге мүмкіндік алғанын айтады. Бұл үшін олар салықтары жоғары елдерден түскен табыстарды салықтары төмен елдерге аударып келді. Багам аралдарына аударылған корпоративті кірістер кейде триллиондап саналатын. Жоспар бойынша трансұлттық компанияларға салық салу бұдан былай ішінара белгілі бір елдегі тауар айналымына бағытталатын болады. Болашақта бұл компанияларға табысы еселеп көбейгенде салықтан жалтаруға жол бермейді. Бізде ең төменгі корпоративті салық жолындағы жаһандық бәсекені тоқтатудың мүмкіндігі бар, деді Германия қаржы министрі Олаф Шольц Handelsblattқа берген сұхбатында. Ет өндірісі ғаламшарымызға зиянын тигізеді. Бұл шынымен де солай ма? Фигаро тілшісі Поль Сюги мұның рас өтірігін анықтауға тырысыпты. Әрбір французды ет тұтыну көлемін қысқартуға, көбіне жергілікті жерден алынған сапалы етті ғана жеуге мәжбүрлейтін климат туралы заң жобасын Францияның ұлттық жиналысы жуырда аяқтайды. Біріккен ұлттар ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының 2013 жылғы есебіне сәйкес әлемдегі көміртегі шығарындыларының шамамен 14,5% ет өндірісі саласына тиесілі екен. Сондықтан көптеген экологтар ет жеуді біртіндеп азайтқан жөн дейді. Дегенмен журналист әрі қарай бұл бастамаға қарсы тараптың көзқарасын келтіреді. Көптеген ғалымдар ет тұтынумен күреске шыққан белсенділермен келіспейді екен. Мысалы, физик Кейр Уотсон оларды жасырын идеологиялық мүдделерді көздейді деп айыптайды. Автор мақаласында пікірталастың негізгі элементтерін қорытындылауға тырысады. Мал шаруашылығына қандай айып тағылды? Шынымен де жаһандық деңгейде қарайтын болсақ, парниктік газдар шығарындыларының едәуір бөлігі осы сала еншісінде. Әсіресе ет өндірісінің қоршаған ортаға зияны шаш етектен.
Токиода Олимпиада ойындары бұйыл өтетін болды. Жапония астанасында жазғы Олимпиада ойындарының ашылуына 100 күн қалғанда Халықаралық Олимпиадалық комитет вице-президенті Джон Коутс ғаламдық спорт одасынан індеттің кезекті толқынына байланысты бас тарту ықтималдығын жоққа шығарды. Сонымен онсыз да бір жылға шегерілген жазғы ойындар бұйыл өтеді. Бар болғаны Олимпиада мүмкіндігінше қауіпсіздік шаралары күшейтілген режимде болады деп сендірді комитет өкілі. Пандемияның кезекті өршуіне жол бермеу үшін шетелдік жанкүйерлерге, спортшылардың туыстарына, сондай-ақ демеушілер мен спорттық ұйымдар шақырған қонақтарға Жапония аумағына кіруге тыйым салынады. Ауыз қуысының тазалығын дұрыс қадағаламау деменция қаупін күшейтеді дейді америкалық ғалымдар. Толығырақ Daily Mail материалында зерттеу үшін ғалымдар ми мен жұлынның айналасындағы сұйықтық сынамаларын, сондай-ақ еріктілердің иектерінен талдау үшін үлгі алыпты. Ауыз қуысының саулығы нашар адамдарда бета-амилоид деңгейі жоғары болды. Бұл альцгеймермен ауыратын адамдардың миында кездесетін қауіпті ағуыз. Бета-амилоидты ағуыздар мида бірігіп жүйке жасушаларын қоршайтын түйіншектерді түзеді, ал бұл когнитивті құлдырауға әкеледі делінген мақалада. Осылайша зерттеушілер адамның аузында көптеген пайдалы бактериялардың болуы қабынумен күресуге және альцгеймерден қорғауға көмектеседі деп болжайды. Жапонияда қазақтар қауымдастығы құрылды. Ұйымның ашылу салтанаты Токиодағы Қазақстан елшілігінде өтті. Күншығыс елінде отандастарымыз көп емес, солардың арасында Жапон жерінде білім алып, қызмет бабымен жүргендер де бар. Қазақ диаспорасының белсенділерімен тілшіміз Владислав Цой танысты. Жапонияда 191 Қазақстан азаматы мен 70-ке жуық қандасымыз тұрады. 126 миллионнан астам халқы бар елде әр отандасымыз өзіндік жетістікке жеткен. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысы Тайынша қаласынан келген Антон Голуб Қазақстан, Ресей және Өзбекстанда өткен жапон тілі байқауларының жеңімпазы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін және Токио университетінде магистратураны бітіргеннен кейін ол жапондық компаниялардың біріне жұмысқа орналасқан. Қазір 2 жыл бойы жапондық компанияда жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі қауымдастықтың құрылғанына өте қуаныштымын. Шетелде жүргенде отандастарыммен байланыста болғым келеді. Ал мұны 200 қорғаныш костюмі мен 5000-нан астам бетперде салынған гуманитарлық көмекті Қазақстанға Әбдібек Қалибек жіберді. Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясының тумасы 19 жылдан бері Токиода тұрады. Мұнда ол сабақ береді, балалар хирургі болып жұмыс істейді, әрі туристік фирма басшысы. Енді Әбдібек Жапон Қазақстар қауымдастығын басқарамақ. Қазақстанның 30 жылдық тәуелсіздігіне байланысты Жапониядағы отандастар, қандастар барлығымыз бүгін бірігіп қауымдастық құрып отырмыз. Бұл қауымдастықтың құрудағы мақсатымыз жылына 4-5 рет жиналып, өзара қиыншылықтарымызды, өзара пікір, информация алмастырып, жұмыс жасауды жоспарлап отырмыз. Қауымдастықтың жұмысы Жапониядағы отандастарымыздың кездесулерін ұйымдастырып тұрумен ғана шектелмейді. Ұйым басшысы отандастар қорымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Шетелде тұрып жатқан қандастарымыз өз бизнестерін Қазақстанда жүргіземін деп, осы жақта көмек керек деп жатса, бізге хабарлассаңыздар, мысалы, осы жұмыс аясында бұны да іске асыруға болады. Немесе біздің осы отандық кәсіпкерлеріміз сіздермен бизнес жасаймыз десе, сіздермен де тіл табыстырып, ынтымақтастарымызды қолдауға дайынбыз. Отандастарымыз бен қандастарымыз қайда жүрсе де бірін-бірі іздеп, отанмен байланысты үзбейді. Олардың ұйымдасып, бас қосып жатқаны елшіліктің толық қолдауын табады. Қауымдастықтың жұмысы Қазақстан мен Жапония арасында да мәдени байланыстардың нығаюына алып келеді деп сенемін. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Жапония.
Бүгін теннистен Қазақстанның әйелдер құрамасы Билли Джин Кинг кубогының плей-офф кезеңіндегі алғашқы матчтарын өткізеді. Теннисшілеріміз аргентиналық қыз-келіншектермен қарсы тұрады. Қазақстан мен Аргентина арасындағы кездесу 5 матчқа дейін созылуы мүмкін. Соңғысы жұптық сайыс. Онда ел намысын Ярослава Шведова мен Анна Данилина қорғайды. Ал жекелесінде Юлия Путинцева кортқа шығады. Оның алғашқы қарсыласы Аргентинаның бірінші ракеткасы Надя Подорожка. Екеуі осыған дейін Францияның ашық чемпионатында кездескен. Онда аргентиналық теннисші басым түскен. Бұл жолы Юлия қарсыласта кеткен есені қайтаруға тырысады. Я считаю, что у нас более стабильная. Қарсыластар деңгейлес, алайда біздің команда тұрақ деп ойлаймын. Аргентина құрамында Подорожка жақсы әрі нақты ойнайды, ал қалған қыздарды танымайды екенмін. Оларды турнирлерде көрген жоқпын, бірақ осында жаттыққан соң жақсы ойнайтын шығар. Әрі қарай кезек Елена Рыбакинаға тиеді. Оның қарсыласы Мария Лурдес Карл. Қос теннисші осыған дейін бірнеше мәрте кортта кездескен, әсіресе жастар арасындағы жарыстарда жолдары жиі түйіскен. Айтпақшы, бұл Еленаның ұлттық құрамадағы алғашқы ойыны. Чувствуешь больше ответственности, потому что жауапкершіліктің артқанын сезесің. Өзің үшін ғана емес, команда үшін, ел үшін ойнайсың. Қолдау көрсетіп жатқандардың қарасы қалың. Сондықтан жекелей сынға қарағанда командалық бәсекенің жөні бөлек. Ертең Рыбакина мен Путинцева қарсылас алмасады. Зарина Диас бұл жолы қосалқы құрамда. Теннисшілеріміздің бірі жарақат алған жағдайда немесе команда капитанның шешіммен ғана ойынға араласады. на данный момент мы идем по... Қазіргі таңда рейтинг, тәжірибе, дайындық және ойын мәнері бойынша келе жатырмыз. Басқа ойындарда Зарина да фаворит болатын шығар. Ал қазір бұл кезеңнен өтіп бар ойымызды соған бағыттауымыз керек. Айтпақшы, бұл Шведованың капитан ретіндегі алғашқы турнирі. Оның айтуынша ұжымдағы бірлік соңғы айларда бұрынғыдан да беки түскен. Егер Қазақстан құрамасы жеңіске жетсе, 2022 жылға Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңі алдындағы іріктеу тобына жолдама алады. Нұршапағат Несіпбаев, Біржан Валиев, Ерсін Мұхамбеталин, Хабар 24. Бүгін мемлекет басшысы Қазавтожол компаниясының басқарма төрағасы Ұлан Әліповті қызметінен босатты. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Жазбада Әліповтің жұмысты дұрыс жүргізбегені айтылған. Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке республикалық және жергілікті жолдардың жағдайын жақсарту жөнінде кешенді шаралар қабылдауды тапсырды. Барлық өңірде бюджет қаржысының жұмсалуына, көлік магистральдарының салынуы мен жөнделуі жіті бақылауға алынбақ. Президент алдағы уақытта аталған мәселені өзінің жеке бақылауында ұстайды деп жазды Берік Уәли. Ал енді әлеуметтік желілерде қызу талқыға түскен тақырыптарға шолу жасасақ, назарларыңызға репост хабарын ұсынамыз. Арна қосылы болсын. Сәлем достар, эфирде репост және оның жүргізушісімен Назым Қайрат. Әлем желідегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Әлихан Бөкейханның атын Алматыдағы Қазақ ұлттық аграрлық университетіне беру керек. Парламент мәжілісінің депутаты Қазыбек Иса осындай ұсыныс тастады. Депутат Алаш қайраткерінің 155 жылдық мерейтойын түркі мемлекеттерінің бірлесе атап өтетінін тілге тиек ете келе, ол зиялысын ұлықтауда біздің де қалыс қалмауымыз қажет екендігін жеткізді. Бірақ бірде-бір оқу ағарту нысаны жоқ көшелерге ұлытылғанның есімін берудің өзі ұят деп отыр. Астанамыздан бастасақ, Бөкейханов көшесі орталықта емес, елеусіз ол көшені көбінесе Мәңгілік ел көшесінде кептелістен қашқан жүргізушілер жақсы білет. Алматыдағы Бөкейханов көшесі қала шетіндегі өндірістік аудандағы базар артындағы қуыста орналасқан. Шымкенттің шетіндегі Тассай ауылының тасасында қалған Бөкейханов көшесінің ұзындығы 500 метрдей ғана, 20 шақты үй орналасқан. Жарық та жоқ. Алашордасы аталған Семейде де, облыс орталығы Өскеменде де Әлиханға лайықты көше жоқ. Бір туар тұлғамыздың атына лайық көшенің болмауы және қазақ ауыл шаруашылығының басында тұрған ғұлама ғалымның есімін жоғары оқу орындарының біріне берілмеуі де Алаш көсемінің аруағына жасалған қиянат деді халық қалаулысы. Бұған қоса бас қаладағы Тұран мен Сығанақ көшелерінің қиылысында бос тұрған алаңға Алаш аллеясын ашып, онда ұлт зиялыларының бюсттерін орнату керектігінде атап өтті. Бастама желі қолданушылар арасында бірден қолдау тапты. Өз тұлғамызды қадірлеу өзімізге, өз болашағымызға керек. Қалай көтермелеп құрметтесек те жарасады. Қазақ тарихында Алашорда партиясының болуы мен үшін зор мақтаныш. Кез келген ұлтқа тереземіз тең екендігін дәлелдеген Петропавл қаласын Әлихан Бөкейханов қаласы деп өзгерту керек. Ел есінде мәңгі сақталатын бірнеше тұлға болса, солардың бірі Әлихан.
800 әкімнің сайлауына биыл 4,8 миллиард теңге көлемінде қаражат жұмсалмақ. Ұлттық экономика вице-министрі Әлішер Әбдіқадыров осындай мәлімдеме жасады. Қазір мәжілісте сайлау туралы конституциялық заң мен оған ілеспе заң жобасына түзетулер мен толықтыруларды енгізу мәселелері талқыланып жатыр. Бұған сәйкес сайлауды өткізу тәртібінен бастап кандидаттарды ұсыну, тіркеу деген сынды ұзын саны 67 түзету жасалмақ. Ресми деректерге сүйенсек, әкімдерді тікелей сайлау жүйесін қаржыландыру жергілікті бюджет арқылы жүзеге асады. Десе де, бюджет кодексінің жалпы сипаттағы трансферттердің қолданылу кезеңінде жергілікті бюджеттің шығындарын міндетті өтеу туралы нормаларын ескере отырып, таяудағы 2 жылда сайлау орталық сайлау комиссиясы арқылы қаржыландырылады. Жаһандық желіде қолданушылар бұған түрлі комментарийлер жазып жатыр. Бірі, бұл ақшаны оданда жас отбасыларға алғашқы жарна ретінде берген дұрыс десе, енді бірі сайлауға түсетін әкімдердің өз есебінен жүргізу керек дейді. Қауіпті індеттің қарқыны күшеймесе кеміген жоқ. Сәйкесінше, халықты жаппай вакцинациядан өткізу шарасына баса назар аударылып отыр. Ал отандық екпенің сапасын жақсарту үшін медициналық препаратты шығарумен айналысатын ғалымдарға мемлекет тарапынан үлкен қолдау қажет. Міне сондықтан да үкімет вакцина өндірумен шұғылданатын ғалымдардың еңбек ақысын көтермек. Енді олардың орташа жалақысы 325 мың теңгені құрамақ. Бұл туралы Білім және ғылым министрлігі ғылым комитетінің төрайымы Жанна Құрманғалиева мәлімдеді. Желідегі ағайын баяғыдан сөйту керек еді. Өмірін ғылымға арнап, қаншама адамды қауіпті індеттен құтқару үшін барын салып жатқан ғалымдардың еңбегі шынымен де орасан зор. Дұрыс шешім болған деп комментарий қалдырған. Қайыңды көлінде матраста ұйықтап жатқан қыздың видеосы оқырмандардың наразылығын туғызды. Бірер күн бұрын әлеуметтік желіде отандық туризмді дамыту үшін түсірілген бейнеролик жарияланған болатын. Ондағы мына бір кадр желі қолданушыларының шамына тиді. Мұны көргенде Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет те үнсіз қала алмады. Инстаграмда бір қыз Қайыңды көлінде жүзіп тұрған үрлемелі матрастың үстіндегі видеосын жариялады. Қазақстанда туризмді дамыту үшін түсірілген видео деп жазған. Көлдің ұлттық парк аумағында орналасқанын, онда шомылуға қатаң тыйым салынғанын түсіну керек. Адамдар осылай білгенін істесе, барлық келу ережесі бұзылады. Бүгін матрас, ертең қайық әкеледі. Осылай біз көлдің басты ерекшелігі суға батқан орманнан айырылып қалуымыз мүмкін, деді табиғат жанашыры. Алдағы уақытта мұндай келеңсіз жайт қайталанбас үшін ұлттық парк әкімшілігі тиісті шара қолданып, кінәлілерді жауапқа тарту қажет екендігінде жеткізді. Енді әзірге осы желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша. Венгриядағы шіркеулердің бірінен 176 жыл бұрын жасалған уақыт капсуласы анықталды. Ол жуырда өткен жөндеу жұмыстары барысында күмбездің үстіндегі крестің ішінен табылған. Мыстан жасалған капсула 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде артиллериялық снарядтан зақымданғанымен ішіндегісі бүтін күйде сақталыпты. Тарихшылардың айтуынша, болашақ ұрпаққа арналған хабарламаның ішіне шіркеудің құрылысы жайлы құжаттар салыныпты. Бұл өткенге үңіліп, сол уақыттың атмосферасын сезінуге мүмкіндік береді дейді олар. Енді мамандар крест ішіне жаңа капсула салып, келер ұрпаққа хабарлама қалдырмақ ниетте. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпараттарына қосылу болсын.